Танысып қойыңыздар, бұл Боб және шоколадты қатты жақсы көреді. Сондықтан да Бобты 10 килограммдық шоколадпен тамақтандырып көреміз. Сонымен Бобқа ас болсын дейміз ба? Ал 100 грамм жегеннен кейін күш таси бастайды және көңілге көтеріледі. Бірақ қазірдің өзінде 1 килограммнан кейін Бобтың бетінде бөртпелер шықты. 3 килограммнан кейін Бобта шоколадтың құрамындағы бар тиабранинге тәуелділік пайда болады. Сондықтан да біздің Боб шоколад нашақоры. Қараңыздарша, қалай ол қызықты билеп жатыр. Себебі бұл 6 килограммдық шоколадта құрысулар тартылады, идентоксикация себебімен. Боб бүтінде 8 килограммдық шоколадты жеді. Депрессия және суицидтің үрдістерінің бірінші белгілері пайда бола бастады. Бірақ қорықпаңыз, бұндай бөлік шоколадтың ішіндегі атрофияны туындырады, сондықтан да ол өзіне зақым келтіруден асықпайды. Айтпақшы, егер қазір Бобқа 10 жасар болған болса, ол қазір өліп жататын еді. Себебі 7 килограммдық шоколад кез келген балаға өлім дозасы. Ура! Боб барлық 10 килограммды жеді. Керемет. Бірақ Боб, неге жүрегінен ұстап жатсың? Сен бірдеңе айтқың кеп тұр ма? Мүмкін тағы шоколад жегің кеп тұрған шығар. Танысыңыздар, бұл Боб. Әр көрсетімде біз оған жаңа эксперименттерді істейміз. Келесіде біз Бобты тірідей көмеміз. Сондықтан да каналға тіркел, роликті өткізіп алмас үшін. Әзірге алдыңғы видеоларды көр. Боб, өтірік істеуді қойшы. Бұл енді күлкі емес. Қане, бізге келесі басылымға дайындалу қажет. Боб.